Постскриптум, я люблю тебя. Сесилия Ахернің романы бойынша түсірілген фильм. Бір-бір үшін жаралған жұп отбасылық қиындықтарға қарамастан мәңгі бірге болуға дайын еді. Алайда тағдырдың тауқыметімен Холли жесір қалады. Тосын сыйға толы картина кез келген адамның жүрегіне елжіретіп қана қоймай ойландырары анық. Семьянин. Жаңа жыл қарсаңында орын алған оқиға. Басты кейіпкер Джектің басында үлкен таңдау болады. Бірі байба қуатты бойдақ болу, екіншісі бақытты отбасылық адам болу. Бұл фильмді сізге отбасыңызбен көруге кеңес берер едік. Себебі картинаны көргеннен кейін санаңыз өзгеріп қана қоймай, мінезіңіз де жұмсарары анық. Любовь и голуби. Кеңес одағының бұл туындысы талайлардың жүрегінен орын алып үлгерген. Әр отбасында кездесетін мәселені көтеріп, сонымен қатар оны көңілдет комедия етіп түсірілген бұл фильм Кеңес одағының ең мықты кинокартинасы деген атаққа ие болған еді. История нас. Бен мен Кетти 15 жылдық отбасылық өмірден кейін ажырасудың азағы алдында тұрады. Олар некелерін сақтап қалуға тырысып көреді. Алайда олардың бірін-бірі жалықтырған соншалық бұл қолдарынан келмейді. Оқиғаның әрі қарай қалай өрбитінін білгіңіз келсе, фильмді асықпай сүйікті жарыңызбен көруге кеңес береміз. Весенние надежды. 30 жыл бірге тұрған ерлі-зайыптылардың отбасында дағдарыс басталады. Яғни балаларын қияға қондырған 50 жастан асқан ата-ана махаббаты қайта ояту мақсатында түрлі амалдарға барады. Танымал Голливуд актрисасы Мэрил Стриптің тамаша ойынында айта кету міндет.